Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Айгерім осындай өте керемет, жұп-жұмсақ, дәмі ауызда еритін тыквенный котлетіміздің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Тыкваны ұнатпайтын жандар болса, осындай рецептпен котлет дайындасаңыздар, міндетті түрде тыкваны ұнататындарыңыз сөзсіз. Ендеше достар, рецептімізді бірге дайындамастан бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналымның дамуына атсалысыңыздар. Ендеше кеттік достар, рецепті дайындаймыз. Ең алдымен бізге осындай терка қажет. Терканың кішкентай көзінен тыкваның барлық түрі жарай береді. Соны майда көзінен күштен жақсылап тұрып езіп өткізіп аламыз. Өткізілген тыквамыздың үстіне манный крупамызды қасықтап тұрып саламыз. 4 қасық салсаңыздар жеткілікті. Енді осы манный крупамызды салынған жақсылап тұрып тыквамызбен араластырып, кішкене бетін жауып қойып қоятын боламыз. Манныйымыз біздің жұмсарып, езілушіне қатты күйінде пісірсек жарамайды. 15 минуттан кейін осылай бетін ашып, дайын болған тыквамызды араластырып аламыз жақсылап тұрып. Оның үстінен 2 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен 1 дана чеснокты осылай үкіштен өткізіп майда көзінен салып аламыз. Оның үстінен осылай айран құямыз. Немесе йогурт та болады. Кішкене тұзымызды саламыз. Бұрыш салсаңыздар да болады. Менде балаларға жасағаннан кейін мен бұрыш салған жоқпын. Барлығын жақсылап осылай араластырып аламыз. Осындай керемет, әдемі цвет болып шығады. Цветі өзіме қатты ұнады. Иісі де керемет. Пісіргенде жұп-жұмсақ болып шығады. Арасы шикі болады деп уайымдамаңыздар. Ендігі кезегіміз біздің ұн мен қопсытқышымызда. 2 ас қасықтай ұнымызды осылай бөлек ыдысымызға салып, оның үстінен 1 чайный ложка разрыхитель салып, екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араласқан ұнымызды дайын тыквамыздың үстіне саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай керемет қоспаш дайын болып жатыр. Мінекей достар, цветі деген өте керемет, ешқандай іртік болмау керек. Ендігі кезек біз осылай қатты отқа қоймаймыз, орташа отпен тыкваларымызды пісіріп алатын боламыз. Орташа оттың көмегімен осылай көтерілгенше кішкене ұстайтын боламыз. Одан кейін келесі бетіне аударамыз. Осылай қызарғанша кішкене отта ұстайтын боламыз. Мінекей достар, біздің котлеталарымыз дайын, өте жұмсақ, дәмі ауызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айгерім. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай дәмді рецепттермен кездескенше сау болыңыздар.